Assalamu alaikum. Bizning ko'pdan kutgan Adile şöjegimiz keldi. Elhamdülillah. Birinchi Allohga sansiz shukrlar bo'lsin. So'sin Sabirjon degan bavurma Alloh razı olsun, rahmet. O'zining inkubatoruna basıp bavurum sende жақсы parodasta, tavuksta deb açıp berdi. Endi Allah Taala til ko'zdan saqlab aman esen bo'lsin. Mana bir sutkilab bari. Ekevine de жылу өлшейтін не қойып қойдым. Жақсы 30 градус. Sabirjonның тәжірибесімен 30 градус 6-7 күн ұстап жатырмын. Суға ливончен қосып 6-7 күн жақсы қарасаңыз жақсы болып кетеді қойғаса. Мен өзім риза болып отырмын мына шөжектерге. Жалпы пародан алып парода екен, күшті болады екен. Кеше бірі су болып кетіп түсті, 1-2 күн. Судан су болса да өлмей әйтеуір шықты. Мен бұның алдына Ломон Браунның шөжектерін ұстағам. Көз ауырса да, көт ауырса да яқып қала беретін еді. Өліп қала беретін еді, сразу өліп қалатын еді. Мыналар бәрі парода екен. Парода ұстаған дұрыс екен. Сол мен кішігірім қорам. Ертең бір 10 шақты күннен кейін мына жерге шығарам. Астын бәрін апилка төсеп. Сөйтіп кейін осы қораның ішінде тұрады жалпы. Осы қораның ішінде жақсылап дайындаймын. Осының ішінде тұрады. Міне свет бәрін жағып қойдым қораның ішінде. Құдай қаласа мына жерден тесік шығарып, мына контейнерді құртамыз. Осы жерден тесік шығарып, мына жерге жазық тұратын сетка істейміз. Мына жерге арнайы жоңышқа егіп қойдым осы тауықтарға арнап биыл. Осы жердің бәрін сеткамен қоршап, осы жоңышқаның ішінде далада жайылып жүретін болады. Осы